Шариғатта 3 түрлі байлық бар. Қайыр сұрауға болмайтын, бірақ зекет алуға болатын бірінші байлық түрі. Бұған бір күндік ішім-жемі бар және ғаурат жерлерін жауып тұратын киімі бар кісі жатады. Бір күндік асы бар кісінің тіленуі харам, ал бірақ зекет берушінің берген зекетін алуына болады, себебі кедей. Алайда бір күндік ішім-жемі бар болғандықтан мүлдем ештеңесі жоқ кісіге қарағанда бай, сол себепті тіленуіне болмайды. Зекет пен пітір садақасын алуына болады. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам бір сөзінде кім қайыр тілеуге мұқтаж болса да тіленшілікпен айналысса, ол өзі үшін тозақ шоғын көбейткен болады деп айтады. Қасындағылар: уа Расулаллах, тіленшілікті харам қылар мөлшер қанша деп сұрайды. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам түскі ас пен кешкі асқа жететіндей мөлшер деп жауап береді. Екіншісі, тіленуге де зекет алуға да болмайтын, керісінше пітір садақа беруге және құрбан айтта құрбан шалуға міндетті болатын байлық түрі. Бұған негізі қажеттілігінен артық нисап мөлшеріне жетіп тұрған дүние мүлкі бар кісі жатады. Мысалға, 2 көлігі бар адам бір көлігін өзі мінсе, екінші көлігі қажеттілігінен артық деген сөз. Сондықтан, егер ол көліктің құны нисап мөлшеріне жетіп тұрса, ол кісі пітір садақа беруі тиіс және құрбан айтта құрбан шалуы керек. Үшіншісі, зекет беретін деңгейдегі байлық түрі. Бұған нисап мөлшеріне жететін ақшасы, алтын, күмісі немесе сауда заттары яки нисапқа жететін сәйма үкіміндегі малдары бар дәулетті кісі жатады. Сәйма мал дегеніміз өніп өсу үшін жылдың көп уақытын қырда жайылып өткізген малдар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде байдың зекет алуы харам деп айтады. Бай деп кімді айтамыз деп сұрайды қасындағылар. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам кімнің 200 дирхам ақшасы бар болса, сол бай деген екен. Шариғатта 3 түрлі байлық туралы сіздерге айтып өттім. Егер видеоларым ұнап жатса, біздің YouTube каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұдан да керемет бізге имани және рухани тақырыптар қозғалатын болады.